Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дәмі ауызда еритін, жұмсақ болып шығатын булочкалар дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға сүт құйып, жылы су құйып, үй температурасында тұрған майымызды саламыз. Сары майымызды үстіне қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғасын, бір қасық дрожжымызды салып жібереміз. Реакция жүргенше біз 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. 10-15 минуттан кейін бізде осындай шапка пайда болады. Осының үстіне електен өткізген ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Аздаған ұн салғаннан кейін араластырып алып, тұзымызды салып жібереміз. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр пайда болды. Осының бетін жауып, тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Бірінші көтерілгенде мен қайтарып елеп қойғанмын. Тағы да әдемі болып көтеріліп тұр екен. Осылай енді жұмыс жасай беруімізге болады. Бөліктерге бөліп, булочкамыздың формасын келтіреміз. Қамырымызды осылай 80-90 граммда алып, болмаса көз мөлшермен алсаңыздар да болады. Осылай дөңгелетіп қоямыз барлығын. Енді сіздерге булочканың жасалу жолын көрсетейін. Осылай баклажканың қақпағын алып, дәл ортасына қамырымыздың орналастырамыз. Жан-жағын осылай пышақпен кесеміз. Сол кезде гүл тәрізді әдемі форма пайда болады бізде. Осындай бізде әдемі форма пайда болды. Ортасына салмасына варенье болмаса вареная сгущенка салсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір көрсетіп жатырмын. Жақсылап көріп алыңыздар. Мен салмасын екі түрлі қылып жасап жатырмын. Вареньемен және вареная сгущенка салып жатырмын. Дайын болған булочкаларымызды осылай тапаға орналастырып, 30-20 минутқа тындырып қойып қоямыз. 30 минут өткеннен кейін бетіндегі піші пленканы алып, жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Бетіне кунжут, мак сепсеңіздер де болады. Ештеңе сеппей қойсаңыздар да болады. Қызып тұрған пешімізге 200 градус 20-25 минутқа пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар достар, менің булочкаларым дайын болды. Өте жұмсақ және дәмді болып шыққан. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналым ұнаса, тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойыңыздар. Сіздермен болған Айзада.